Құрметті достар, сіздерді бүгін жазушы Гүлжат Шойбекованың «Өмір сүру ережесі» атты әңгімелер мен повестер жинағымен таныстырғым келіп отыр. Қаламгер 1967 жылы 4 мамырда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Байкенже ауылында дүниеге келген. 1991 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін тамамдаған. Мектеп қабырғасында жүргенде-ақ мақалалары мен әңгімелері республикалық аудандық газеттерде жарияланып тұрған. 2001 жылы Отыра кітапханасы сериясымен Тоты аралының тұрғыны алғашқы прозалық жинағы үшін Қазақстан Жастар одағы сыйлығын иемденген. Жазушының «Өмір сүру ережесі» кітабына психологиялық әңгімелер топтамасы жинақталған. Жалпы «Өмір сүру ережесі» жазушы шығармашылығындағы шоқтығы биік туындының бірі. Бұл өмірден бас кешіп, тіршіліктен түлінген пенде қадір түнінде жаратқанға жалбарынып өзіне өлім тілейді. Сол түні ол көзге көрінбейтін, тек құдіреті зор үні ғана естілетін дауыспен тілдеседі. Өзіне өлім тілеп отырып та терезеден түскен жарықтан көз алмаған пенде мен сол тылсым дауыстың мазмұнды диалогы біздің өмір сүру туралы дағдылы түсініктеріміздің тасталқанын шығарып, көзқарасымызды түбегейлі өзгертеді. Әңгіме тұмшаланған, санасы қайта ашылғандай болған кейіпкердің «Ассалаумағалейкум жарық күн, ассалаумағалейкум адамдар» деген сөздерімен аяқталады. Автордың мақсаты адамдардың жадында, жүрек түкпірінде жасырынып жатқан сан қилы сезімдерді болмашы іс-қимылдар, диалогтар арқылы ашып көрсетуі. Адам бойындағы адамгершілік, адалдық, ұрлық, өтірік және тағы басқа қасиеттерді бейнелейді. Жазушының көптеген әңгімелері Қазақстанда ғана емес, Қытай, Монголия, Иран елдерінде аударылып, қазақ әдебиетінің жас жазушылары жөнінде шетел әдебиетшілерінің назарына ілігіп, әділ бағасын алған. Адам атты жұмбақ әлемнің сырын ашуға тырысқан бұл жинақ кім-кімді де бейжай қалдырмасы анық.